Ассалаумағалейкум оқырмандар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай дапанжи деген тағам жасап көрген болатынмын. Бұл тағам картошкадан және тауық етінен жасалады. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер және де жасағаннан кейін пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Табамызды қыздырып аламыз, одан кейін майымызды құйып, секер салып, секерімізді қуырып аламыз, яғни қоңыр түс болғанша қуырып алатын боламыз. Осындай қоңыр түс болғаннан кейін тауық етін салып, оны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Тауығымыздың түсі осындай болу қажет. Секердің арқасында осындай әдемі түске еніп тұр. Осылай әдемі болып қуырылады. Одан кейін жуамызды саламыз. Содан кейін ұсақтап туралған сарымсағымызды саламыз. Томатный паста саламыз, 2 қасық, одан кейін 2 қасық соевый соус құямыз да 2 минуттай қуырып алатын боламыз. 2 минут қуырып алғаннан кейін болгар бұрышын кесіп салатын боламыз. Одан кейін имбир, содан кейін бұрыш, қара бұрыш, содан кейін паприканы саламыз. Оны жақсылап араластырамыз. Содан кейін жақсылап 2 минуттай тағыда қуырып алатын боламыз. 2 минут қуырып болғаннан кейін картошкамызды осылай үлкен етіп кесіп аламыз. Содан кейін су, тұзымызды қосып, дәміне қарай тұзды қосып, картошкамыз дайын болғанша қақпағын жауып, жай отта пісіріп аламыз. Тағамыз дайын болды, достар. Дәмді өте жақсы болып шықты. Бізге өте қатты ұнады, және де бетіне жуамен укропты шашып ұсынсаңыздар болады. Және де достар, менің каналыма лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Тегін лайкты аямаңыздар. Сіздер үшін осындай көптеген видеолар түсіріп жатырмын. 200 адам видеоны қараса, тек қана 10 ғана адам лайк басады. Сондықтан лайкты аямаңыздар. Тегін лайкты аямаңыздар, достар. Мені қолдап отырыңыздар. Сіздермен бірге болған Назерке Мейрамқызы. Ассаламу алейкум.